Қордай ауданында соңғы жылдары өндіріс, ауыл шаруашылығы, құрылыс салаларында айтарлықтай өсім байқалады. Мәселен, биыл 114 отбасы жаңа пәтердің кілтін алып, қоныс тойын тойлады. Ал Сұлутөр ауылында дәрігерлік амбулатория мен 90 орындық мәдениет үйі пайдалануға берілді. Қордайда тағы қандай жобалар жүзеге асып жатыр, әріптесім айтады. Қазіргі таңда ауданның 41 елді мекенінің 37-сі, яғни 92% табиғи газбен қамтылған. Биыл Керей ауданында газ желісі жүргізіліп, тұрғын үйлер толықтай қосылды. Қалған елді мекендер Бел, Мұзбел, Анархай және Бәйтерек ауылдары бойынша жобалау жұмыстары аяқталды. Қолдау тапқан жағдайда аталған елді мекендерде құрылыс жұмыстары басталатын болады, дейді жауаптылар. Ауыз су мәселесі де кезең-кезеңмен шешілуде. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елді мекендердің 100% сапалы ауыз сумен қамту бағытында да айтарлықтай жұмыстар атқарылды. Мемлекет басшысы өз жолдауында инвестиция тарту мәселесін көтерген болатын. Бұл бағытта да біздің ауданда жұмыс қарқынды жүріп келеді. Осы өткен жылы ауданымызда жылына 2 миллионға жуық тонна цемент өндіретін зауыт қолданысқа берілген болатын. Ол зауытымызда 600 тұрақты жұмыс орын құрылды. Жер қатынастары саласында да желі жұмыстар атқарылуда. Биылғы жылдың қорытындысымен игерілмеген 11 мың гектар жердің ішінде 4 мың гектардан астамы мемлекет меншігіне қайтарылды. Пайдаланылмай жатқан жерлерге қатысты тиісті шаралар қабылдау үшін құжаттар жер инспекциясына жолданғанын жауапты аудан әкімі атап өтті. Назерке Бергенғали, Мейіржан Ерболатов, 24 News.